Сәлеметсіздер ме, құрметті балалар, екінші сынып оқушылары. Сіздерге әдебиеттік оқу пәнінен екінші сыныптағы сабақта ұсынамын. Бұл 52-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы ақылы мен күші сай деп аталады. Сендер бүгінгі сабақта өлең бойынша сұрақтарға жауап бересіңдер, және өздерің де сұрақ қойып, оған жауап беруді үйренесіңдер. Ал балалар, бүгінгі сабағымызды ақылы мен күші сай деген тақырыптағы сабағымызды бастамас бұрын, мына суреттегі атақты адамдар кім екенін білесіңдер ме? Бұл атақты адамдар кімдер? Осы кісілер жайлы қандай мәліметтер білесіңдер? Дұрыс айтасыңдар балалар, бұл біздің атақты балуандарымыз, күрес спорты бойынша үлкен жетістіктерге жеткен. Бірінші тұрған Қажымұқан Мұңайтпасов, екіншісі Жақсылық Үшкемпіров деген ағаларым. Бірінші Қажымұқан Мұңайтпасов туралы айтатын болсақ, ол қазақта аты шыққан тұңғыш кәсіпқой балуан. Қажымұқанның өз заманында керемет жетістіктерге жеткенін айта кетуіміз керек. Қазіргі спортшылардың ешқайсысы да қазіргі біздің Қажымұқан Мұңайтпасов атамыздың жеткен жетістіктеріне әлі жете болған жоқ. Себебі айтатын болсақ, ол кісі әлемнің 54 мемлекетінде күреске түсіп, 48 медаль ордендер алған екен. Тіпті 1906 жылы Алманияда өткен күрестен дүниежүзілік сайыста әлем чемпионы атанған екен. Ал енді екінші тұлға, мына кісі туралы айтатын болсақ, бұл Жақсылық Үшкемпіров 1951 жылы Жамбыл облысының Тегістік ауылында дүниеге келген. Спорттың күрес түрімен студент кезінен бастап айналысады. Бұл кісі 1980 жылғы Москва олимпиадасының чемпионы. Өкінішке орай 2020 жылғы еліміздегі ковид ауруына байланысты ауырып өмірден өтті. Қазір бұл кісі өмірде жоқ, бірақ Жақсылық Үшкемпіровтің атындағы спорт сарайы, Жақсылық Үшкемпіровтің атындағы мектептер, көшелер бар екен. Қалай ойлайсыңдар балалар, егер бізге осы кісілердің суретін беріп отырса, осы атақты кісілерге қарап, бүгінгі мәтіннің тақырыбын болжай аласыңдар ма? Бүгінгі тақырып не туралы болмақ? Дұрыс айтасыңдар балалар, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз қазақша күрес деп аталады. Өлеңді жазған ақын Қадыр Мырза Али ағаларым. Қазір олай болса, осы өлеңді оқып көрейік. Қазақша күрес. Күресуге тіленген бала болса, білеммен жасыл майса көкорай, жұмсағырақ кілемнен. Қызық болса керегі, күш сынасып көрелік. Шығыңыздар ортаға, жасаймын мен төрелік. Күшті күтіп жүреме, атып тұрда түрегел, тобықтан қақ, шалып жық, бірақ шаптан тіреме. Күштіге де асылы керек емес басырып, жата қалып сен оны жібер бастан асырып. Әдістің бір пайдасын көрмейсің бе, қайдасың, алып соғар күштіні, асырғандар айласын. Білем, өжетсің, демек елге қажетсің, ақылы мен күші сай, азаматқа не жетсін. Балалар, біз сендермен қазақша күрес атты өлеңді оқып болдық. Енді осы өлең бойынша мен сендерге сәл бір түсіндірме мәлімет бере кетейін. Біздің ұлтымызда балалар кішкене кезінен күрес өнерін ешкім үйретпесе де өздері ойнап жүріп күресетін болған. Көк майса, жасыл майса шөптің үстінде әсіресе ұл балалар бір-бірімен күресіп, алысып, ойнап жүреді. Осы өлеңде ақын күресетін арнайы кілем мен жасыл майса шөпті салыстырып тұр. Кілемге қарағанда жасыл майса жұмсағырақ болады екен. Ал енді балаларды күрестірген кезде, білесіңдер, балалардың ішінде біреуі төреші болады. Сол туралы айтып тұр, шығыңыздар ортаға, жасаймын мен төрелік деп. Енді бұл өлеңнен тағы да айтуға болады. Өлеңде тек қана күшті жеңеді, мықты ғана жеңеді емес, ештеңеден қорықпай, батыл болған адам жеңеді. Яғни, сен мына адам күшті екен, мынау менен күшті екен деп жасқанып тұруыңа болмайды екен. Өзің бір әдісін, айласын тауып, бұл күресте жеңіп шығуың керек екен. Егер сенің осындай өжет болсаң, демек болашақта еліңе қажетсің. Ақылың мен күшің сай болып өседі деген бізге өсиет айтып берген. Енді осы өлең бойынша бізге тапсырмалар беріледі. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, 12-ші бетте күреске тек қана күш емес, ақыл да қажет. Өлеңнен осы айтылған жолдарды тауып оқы, пікір білдір дейді. Сендер қалай ойлайсыңдар балалар? Осы айтылған күреске тек қана күш емес, ақыл қажет деген өлеңнің қай шумақтарында айтылған? Күштіге де асылы керек емес басырып, жата қалып сен оны жібер бастан асырып. Әдістің бір пайдасын көрмейсің бе, қайдасың, алып соғар күштіні, асырғандар айласын. Яғни, бұл жерде күш деген емес, айла да керек, ақыл да керек деген осы шумақта айтылып тұр екен. Келесі бізде 4-ші тапсырма. Күрестегі аяқ қозғалысы және күрестегі дене қозғалысы деп екі топқа бөліп,
өлеңдегі қимыл әрекетті білдіретін сөздерді табыңдар деп тапсырма берген екен. Өлеңге қайтадан қарап шығатын болсақ, балалар, бізде бұл жерде өлеңнің үшінші шумағында айтып тұр ғой, күшті күтіп жүре ме, атып тұр да түрегел, тобықтан қақ, шалып жық, шаптан бірақ тіреме деген жерде, бұл жерде тобықтан қақ, шаптан тіреме деген сөздер бар, иә. Егер қақ деген сөзді алатын болсақ, бұл жерде бұл етістік болып тұр, иә. Етістіктің ішінде болымды етістік болып тұр. Қазақ тілімен байланыстыратын болсақ, есімізге түсіретін болсақ, тобықтан қақ, қағып түсіру, иә, аяғымен қағып түсіру, шаптан тіреме, яғни аяқтың сан бөлігіне аяқты тіреуге болмайды екен, иә. Тіреме дегенде бізде тіре болымды етістік, тіреме болымсыз етістік болып тұр. Осы екі сөз, қақ және тіреме деген сөз, күрестегі аяқ қозғалысын білдіретін, қимылды, іс әрекетті білдіретін сөздер. Енді күрестегі дене қозғалысын білдіретін сөздерді айтатын болсақ, атып тұр да түрегел, жата қалып, жібер бастан асырып деген сөздер бар екен. Балалар, атып тұр да түрегел. Бұл атып тұр да түрегел, бұл төрт сөз, иә, да деген шылаумен. Бұл әрекетті білдіретін, қимыл әрекетті білдіретін етістік сөз. Бұл сіздер білесіздер, енді болашақта өтесіздер, күрделі етістік болады. Мынаның әрқайсысын жеке айтпау керек, бұлар бірге жүреді. Жата қалып дегенде сол сияқты күрделі етістік. Жібер бастан асырып деген, бұл да күрделі етістік болады. Балалар, біз сендермен міне барлық тапсырманы орындадық. Енді сендерге бүгінгі сабақтың мақсатына сай осы өлең бойынша өлеңге қатысты сұрақ құрастыру керек. 11-ші суретке зер сал дейді. Бұл 4-ші тапсырма. Сурет бойынша 3 сұрақ дайында, ол сұрақтарға өзің жауап бер дейді. Бұны сендер балалар үйден орындайсыңдар. Қазір мен сендерге көмек үшін айта кетейін. Мысалы, бірінші былай сұрақ құрастыруға болады сұрақты. Қазақша күресте спортшылар қандай киім киеді? Жауабы, иә, қазақша күресте спортшылар арнайы мықты матадан тігілген киім киеді. Себебі олардың тігілген киімдері осал матадан, созылып кететін матадан тігілсе, ол күресіп жатқан кезде жыртылып кетуі мүмкін, немесе ыңғайсыздық туғызуы мүмкін. Келесі, күресте балуандар қандай әдістерді қолданады деген сұрақ құрастырсақ, жаңағы біз айтқандай, өлеңде оқығандай, тобықтан шалу, бастан асырып лақтыру деген сияқты әдістер қолданады деп осы сұраққа жауап беруге болады. Балалар, енді сендер өз ойларыңнан басқа да сұрақ құрастыруларыңа болады. Мен негізінен осы екі жолын көрсеттім. Және балалар, бізде күресетін адамды балуан деп айтады. Қазақта балуан деген де сөз бар. Балуан деген ол спорттың күрес түрімен айналысатын адамды айтады. Балалар, міне біз сендермен әдебиеттік оқу бойынша ақылы мен күші сай деген 52-ші сабақты өтіп болдық. Естеріңде болса, сабақтың басында біз сендермен сабақ бойынша алдымызға мақсат қойғанбыз. Бүгінгі сабақта өлеңнің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бересіңдер дегеннің. Сендер ол өлең бойынша сұрақтарға жауап бере алдыңдар деп ойлаймын. Және өздерің сұрақ қойып үйренесіңдер деген сабақ мақсатын қойғанбыз. Бұл тапсырма сендерге үйге өздерің жаңағы 11-ші беттегі сурет бойынша 3 сұрақ құрастырасыңдар, және ол сұраққа өздерің жауап бересіңдер. Және осы қазақша күрес деген өлеңді мәнерлеп оқуға беремін. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Менің каналымда болашақта тағы да осындай 2-ші сынып бойынша видеоларын салып отырамын. Назарларыңа рахмет, қош сау болыңдар.